Қайырлы таң қазақ елі, күліп оян Алматы. Бүгінгі келіп жеткен күллі түркі еліне ортақ Наурыз мейрамы мүбәрәк болсын. Осы мейрамды біздің түркі жұртынан бөлек шетелдік, европалық, америкалық туристер де тойлауға кірісіп кетті. Біз бүгін сол туристерге қазақ бауырларымыздың жасап жатқан Наурыз мейрамына қонаққа келіп отырмыз. Ендеше бірге болыңыздар, алда сан түрлі қызық күтіп тұр. Қазақ аттан құлағанмен салттан құламаған. Наурыз тойы сүр жобасының басы ақын Құлгерім Елеместің ақ батасымен басталды. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bir rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahu akbar. Наурыз мерекесін тойлау дәстүрі дүниежүзі халықтарының көпшілігінің тұрмыс салтында бағзы замандардан орын алған. Бұл мейрамда ежелгі гректер Патрих, тәжіктер Гүлнаурыз, хорезмдіктер Наусарджи, буряттар Саган Сара, ал соғдылықтар Наусаурыз деп түрліше атаған. Америкадан келген, Германиядан келген, Аравиядан келген адамдарға бүгін наурыз жасап бердік. Сол наурызда бабалар сазы деген этно топ ашылып жатыр. Соның бүгінгі тырнақалды туындылар ойналды. Соның кейін мына сүр деген сүрленген қазының, жылқының еті, соның кейін балғаймақ, табан нан, құрт, түрлі ірімшіктер деген сияқты қымызымыз, шұбатымыз ешіп, шетелдіктер ауыздары тамсанып керемет риза болды. Наурыз тойдың сәнін тұсауы осы кеште кесілген бабалар сазы этно-фольклорлық ансамбль кіргізді. Дәстүрлі әндеріміз бен қоңыр күйлерді шетелдік қонақтардың жүректеріне жеткізе орындады. Шетелдік қонақтарға қазақтың қазы қартасы, жал мен жаясы таңсық, сүрленген еті, бал қаймақ пен табананның, құрт пен ірімшіктің әңгімесі бір бөлек. Олар әсіресе қымыз бен шұбаттың бал татыған дәміне таңдай қақты. Қазақ қордақтың көкесін түйе сойғанда көресің деген оның етінің молдығын емес, түйе етінің дәмділігін негізге алып айтылған сөз. Түйенің асы жантақ, оның тамыры тереңге жайылып, бар құнарды бойына жинайды. Сондықтан қонақтарға бүгін түйе қуырдақ ұсынылды. Оның ізімен қой қуырдақты арттық. Ас үстінде қазақтың бүгінгі серісі атанған Ерлан Төлеутай әннен шашу шашып, қонақтарды бір марқа айтты. Біздің музыкамыз білесіздер енді ол әлемнің қандай бір классикалық музыкасына кеміспейді. Осы музыкамызды ұсына білуіміз керек. Соны біз жаңа күйімізді, әнімізді айтып жатырмыз. Олар жаңағы ол даңғырлақ емес, жаңа таза тірі дауыспен айтып жатыр. Осының бәрі әсер етеді екен. Қазақстан туралы, қазақ ұлты туралы олардың санасында бір ұғым қалыптасады. Ақырмай мынандай музыкасы бар, мынандай тағамы бар, мынандай мәдениеті бар халық. Осал болмады ғой деп. Бұл да біздің отанымызды насихаттау шетелге. Қазақтың ғажаптығын таныту мақсатында келушілерге қолөнерімізді, оның ішінде ұлттық аспаптарымыз, зергерлік асыл бұйымдарымыз бен аңшылық қару жарақтарымыздан көрме ұйымдастырылды. Алатаудың баурайында ұлыстың ұлы күні, жаңа күн, яғни Наурыз мейрамын тойлап жатырмыз. Біз өзіміз ғана емес, бұл бүгінгі кешке сонау шет мемлекеттерден де қадірменді, құрметті қонақтарымыз келген екен. Қош келдіңіздер. Бүгінгі өтіп жатқан кеш қазақтың ұлттық дәстүрлері, тағамдары, өнері сіздерге ұнады ма? Yes, it was very entertaining. Өте ұнады. Бәрі жақсы, бәрі керемет. Әсіресе ұлттық музыкаларыңыз, қолөнер бұйымдарыңыз өте ерекше. Ал тағамдарыңызға келсек, мен мұндай тамақтарды бірінші рет ішіп жатырмын. Маған да тағамдарыңыз өте қатты ұнады, әсіресе шұбат. Бұрын шұбат туралы естігенмін, бірақ ішіп көрмеппін. Енді бұнан кейін үнемі ішіп тұратын шығармын. Ертеректе, бәлкім тым ертеде, құрт қайнатып, май шайқау отанасының күнделікті жұмысы болса, бұл күнде не кейін саяқ. Осы әдетті қайта жаңғыртқан ұйымдастырушылар көп алдында құртты қайнатып, ыстық күйінде қонақтарға ішкізді. Оның артынан Наурыз тойдың басасы Наурыз көжеде келді. Мінекей құрметті көрермендер, біз қазір Наурыз көжені тарату рәсімінде келіп жеттік. Шетелдік қонақтарға беріп, олардың Наурыз көженің дәмі қандай болғанын сұрап көрсек, е? Көріңіз дәмін. Тамаша.
мінекей қадірменді көрермендер, біздің бүгінгі Наурыз мейрамы шетелдік қонақтарымызбен бірлесе кереметтей өтті. Ендеше ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Наурыз мейрамы құтты болсын.